Ойланышы болашақта бір 10 жылдан кейін. 10 жылдан кейін. Егеш, қайда боласың 10 жылдан кейін? Құдай қаласа. Да, үйде болатын. Маған еліне береді емес, мен еліме берем деген позицияны ұстанбайды көп адамдар. Кішкентай баланың іс-әрекеті барлығын өзгертіп жіберген. Өте қатты ұнады маған. Қазақтың тірі кезде сөзден аман жоқ, өлгеннен кейін жаман жоқ. Қазіргі заманда бай адамдар, олар жемқор, олар бір өзінің маңдайымен термен таппаған сияқтығым, халық сондай қабылдап кеткен сияқты. Бұл неден болып жатыр? Қайырлы күн достар. Бүгін біздің алғашқы шығарылымыз, біздің мектебіміздің оқушыларымен біз ертегіні талқылайтын боламыз. Бүгінгі ертегіміздің аты қандай, Ергеш? Тасжүрек патша. Бізде бүгін қонақта Жанерке, Мұхаммедәли және Ергеш келіп отыр. Қош келдіңдер, балалар. Сәлеметсіздер ме? Ал енді біздің бастапқы YouTube каналымыз. Сенде шаятыны бар еді. Мән бермейміз. Балалар, негізгі мақсат бұл жерде болашақта қазір енді осы ертегіні талқылап, не түсіндік, әрі қарай бір түйін әр нәрседен, одан кейін кітапты талдайтын боламыз, белгілі бір шығармаларды талдайтын боламыз. Оқырманды кітап оқуға шақыру мақсатында жалпы өздеріңізге ой түйетіндей, сол мағынасын өмірде қолданатындай сол кітаптан. Ол ертегі болсын, бір қара өлең болсын, оның барлығында бір астында түйін жатады ғой. Сондықтан да осы ертегіден бастауды жөн көрдік. Енді ал бүгін бізде негізгі басты рөлде өздеріңізге белгілі Ергеш басты рөлде ертегіні айтатын. Біз енді бұл ертегіні білеміз, жалпылама талқылайтын боламыз. Әр не түйіп отырмыз осы нәрседен, осыдан қандай сабақ алуға болады дегендей нәрсе. Ал Ергеш, іске сәт, бастаңыз. Басайық. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, ары қарай мұха жаластырады. Қарғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен, ары қарай Жанерке. Олай келіспедік қой десей. Бір күні бір патша болыпты, аты Қарахан. Ол байлыққа, сондай дүниеге қатты қызығатын болыпты да. Содан оның жүрегі мейірімге емес, андай тасқа андай тасжүрек болып кетіпті. Және ол андай салықты адамдарға көп салады екен. Адамдардың жағдайын емес, өзінің жағдайын ойлайтындай болып тұр. Қатыгез ғой енді. Қатыгез болып тұр ғой. Сосын бір күні ұмытып тұрмын алғай ше. Ергеш. Бір қария келіп, оған сенің жүрегің тас дейді. Және ол сөзге жынданып, оны зындан дей ма? Түрмеге қамап тастайды ғой. Түрмеге қамап тастайды, бірақ халық бұның айтқан рас қой дейді. Рас екен ғой, типа бізді де халық шаршап кеткен ғой. Халық шаршап кеткен ғой. Бізді де андай қайғыға, мұңға, салыққа андай көп нетіп жатыр ғой деп. Оныкі да рас екен деп нетеді. Патша күмәндана бастайды ғой өзіне. Содан кейін бір Әли деген бала болады, 10 жасар бала. Әкесі соғыста жүреді де, оралмаған әлі. Ақылды бала, сол ауылдан шыққан. Ақылды бала, сол мамасы ауырады, анасы. Патша андай мені ел танысын, біздің мықты екеніміз танысын деп андай соғысқа көп назар аудара берген ғой. Ақша дүниеге қызығып. Содан кейбір адамдар андай әке-шешесі оралмай қалған балалар бар екен де. Соның бірі осы Әли. Оның жүрегі андай мейірімді, адал бала екен де. И сол бір күні патшаның сарайындағы бір құдықтан бір мысықты құтқарып алады ғой. Құдықтан құтқарып алады. Сол кезде патша оны көріп қалады екен. Сенің атың кім дейді? Әли. Сен кімсің? Мен жүрегім мейірімге толы адал баламын дейді да. Оның сөзінен бір қалай айтады, бір не алып қалады ғой өзіне, басқаша қабылдап қалады ғой. Мен адаммын, сен адам емессің ба деген сияқты ма? Бір ой алып қалады да, сосын зынданнан қарияны шақыртады екен. Сен маған осыны айтшы, мен неге жүрегімді сен тас деп айттың дейді ғой бірінші көрген кезде. Ана баланың сөзі патшаға әсер етеді да. Ана кезіндегі қарияның айтқаны. Қарияның айтқаны есіне түседі. Содан кейін қария келіп, сен өзге адамдардың мейірімдігіне қарамадың дейді да. Өзге адамдарға жәрдемдеспедің. Эгоизм дейді ғой, былай айтқанда. Өзіңді ғана ойлайсың, қара басыңды ғана ойлайсың. Жүрегің андай қара түнек басып кеткен дейді ғой жүрегіңді. Осы жерде сөзін бөлейін, Ергеш, мысалы көп ертегілерде патшаларды,
жаңағыдай бай адамдарды зұлым қылып, сол халықты ойламайтын қылып, қатты солай көрсетеді. А негізі қазақтың байлары өте жомарт болған деп білеміз, иә, кейбір деректерден, көп деректерден деп айтсақ болады. И мен ойлаймын да, қазіргі таңда мынау байларға деген қарым-қатынаста адамдардың да қазіргі заманда бай адамдар, олар жемқор, олар бір өзінің маңдайымен термен таппаған сияқты қылып, халық сондай қылып қабылдап кеткен сияқты. Бұл неден болып жатыр? Сіздердің ойларыңыз өзінде. Жалғастырамыз сіздерге. Болды, күтіп отырмын. Жоқ, күтпейсің. Ойыңыз. Мен де сондай ой бар негізінде. Жалпы халықтың арасында байларға деген көзқарас өзгеріп кетті. Сол нені естігем тоже андай бір Робин Гуд дейтін көріп едіңіздер киноны. Иә. Андай кедейден шыққан байларды тонайтын адамдар болады ғой. Соны айтатын, халық дейді өзінің ішінде бір Робин Гудты күтеді дейді, бір халықты андай өзінің бір алға бастайтын қаһарман күтеді да. Олар қандай бір стереотип сияқты қалыптасып кеткен ғой. Байлар, олар жемқор, олар жаман, сондай дүниеге қызығып кеткен, кедейлерді ойламайды дейді. Иә. Сөйтіп әр неге бөлініп алады өздері. Сатыларға. Бай, кедей, сосындай өзінің Робин Гудтарын іздейді екен да. Бізге қашан бір кісі келіп көмектеседі осы байлардың ақшасын жеуге. Иә, өте дұрыс айтасыз. Қазір таңда осы маған ел, мен үнемі айтып жүремін ғой, маған ел не береді емес, мен еліме не берем деген позицияны ұстанбайды көп адамдар. Бір нәрсені біреуден күтіп жүреді. Енді осы тұрғысында Ергештің сөзімен өте қатты қосылам. Мынау еңбекпен көтеріліп жатқан адамдардың мысы басылып қалады да. Олар байлыққа жетсе де, белгілі бір деңгейге жетсе де, бірақ жаңағындай, ой қойшы, ол бәрібір оның көкесі бар, әкесі бар, немесе ол бір арам жолмен тапты сол ақшаны деген сөздердің өзі оның бір, қалай айтсам, бай болуды бір әбестік санайтын сияқты адамдар. Осы тұрғысында бір өздеріңіздің пайымдарыңыз бар ма? Жоқ, негізі шынымен де көп ертегіде андай билігі бар адамдар, оларды көбінесе сондай қатыгез болып көрсетеді. Бәлкім содан тараған стереотип шығар деген ойдамын. Себебі тіпті балаларға да кішкентай кезден бастап ертегілерді оқытады, тыңдатады. Ол балалар оның барлығын тыңдап, өздеріне түйін алады да, мысалға. Міне осындай болыпты ғой, яғни осы байлар дейікші, байлар туралы ойлары солай қалыптасатын сияқты. Соны айтып отырық қой. Сол стереотип. Сол стереотипті қалай бұзамыз? Бай адамның бәрі жемқор емес, бай адамның бәрі арам жолмен тауып жатқан жоқ деген стереотипті қазіргі таңда қалай бұзамыз? Ертегі жазамыз ба, Ергеш? Жаңадан. Көрейік. Жоқ, сіздердің, мысалы, Мұхаммед-Әли, сен өзіңнің көзқарасын қалай? Расымен де байлардың бәрі жемқор, байлардың бәрі арам жолмен тауып жатыр, немесе басшылардың барлығы осы патша сияқты зұлым, қатыгез, тас жүрек, сондай деп қарайсыз ба? Сіз бар суға апай. Осы жерде, моментте, өлтіріп тығып жібереді. Бұл жерді қиып тастаймыз. Срочно. Адамдарда андай ғой, өзінің өмірі емес, біреудің өмірі андай алаңдатып тұрады ғой, қазіргі кезде. Ойыңды жеткізгім келіп тұрғандай, қазіргі адамдарға не қызық? Саясат қызық, біреуді талқылау қызық, бір нәрсе, бірақ өзінің андай айналасында болып жатқан нәрселерді көрмейді да, мысалы. Сен ана жерде бір нәрсең сынып жатыр, сен соны істесейші лучше. Уақытың соған кетсін да, сен бір нәрсені талқылауға деген. Не істеймін сен, не істеймін? Ұрасыз ба? Ұрайын десем, сол жағымда отырсың да. Мен бүгін Мұхаммед-Әли тұрамын десе. Жоқ, расымен де да, былай да адамдар біреуді кінәлауға құмар да, бәрі жаман. Өзі бірақ ештеңе істеп жатқан жоқ, былай қарасаң. Хотя ол адам ретінде өзінің экологияға болсын, табиғатқа болсын, тілді дамытуға болсын, салт дәстүрге болсын, кез келген өзінің осы проблема деп көрген нәрсесін өзінен бастаса да ол үлкен үлес қосып бастайды да әр адам. Біз не істейміз? Ой, анау қазақша сөйлемейді. Ой, анау өтірік қой, Инстаграм мен ТикТокта отырып алады да біреудің өміріне, соңында біреудің өтірік өміріне қызығып, депрессияға ұшырап, өзінің өмірі жай қалып, қасындағы жолдасымен ұрсып, басқаға көңіл толмай. Сондай нәрсе көп болып кетті. Өте дұрыс айтасыздар. Сонымен ертегі қалай еді? Жалғастырайықшы. Алысып кеттік қой. Жоқ, бұл жерде былай ғой.
мына жерде көріп отқан адамдар олай ойламау керек та, бұлар ертегі айтып отқан несі, мына директор, мына жерде жоғары сыныптың оқушылары деген. Ертегі болса да, оның астында үлкен пайым парасат жатыр. Оның астында ой түйетіндей нәрсе жатыр. Мені мысалы сол нәрсе мазалап жүрді, расымен неге халықтың арасында бай, басшы адамға деген көзқарас нашар. Біз сол стереотипті бұзуымыз керек. Мүмкін расымен де болашақта ергешен актерлыққа барам деп жатыр, мүмкін біреулеріңіз жазушы болып, неге сондай бір ертегілер жазбашқа? Болады ғой, идея ма? Идея. Ал ергеш, иә? Содан кейін қай жерге келдік? Әли құтқарып алады мысықты. Иә. Жүрегін етеді. Қариядан келіп сұрайды. Иә, қариядан сұрайды ғой. Патша шақырады ғой қария. Сіз өткенде маған айтып едіңіз ғой. Мен соны ойландым. Неге олай айттыңыз дейді ғой. Сенің жүрегіңде қара түнек басып кеткен дейді ғой. Сен андай балалардың, нелердің, осы кезде айтады, балалардың деп айтады, бірақ мейірім. Балалардың сен мейіріміне қарамадың дейді да. Содан кейін көз жасына. Иә, көз жасына, мейіріміне былай қарамадың дейді да. Оны айтып тұрған, по-моему, анау деймін, балалардың әке-шешесін соғысқа жіберіп жатыр. Иә, әке-шешесін соғысқа жіберген. Енді ол қалай болғанда да отбасында әке-шешесі қиналып жатса, иә, тапқан үкімет болғанда салық патшаға беріп жатса, тапқан ішерге асы болмаса, бала қиналмай, бала жыламағанда не істейді енді? Сол баланың көз жасына сен қалып жатсың деп тұр ғой енді бұл жерде. Содан кейін бір кезде сарайға Әли кіріп келеді, бір дорба сияқты қаппен, ішінде бір жүрек сияқты қағаздан жасалған түрлі түсті қағаздар бар дейді да. Ханға әкеп береді. Хан ішін ашып қалса, сондай қағаздарды көреді екен де. Біз балалардың атынан, мен балалардың атынан балалардың осы қағазды жинадым, біздің сізге ешқандай өкінішіміз жоқ дейді. Ешқандай қайғымыз жоқ. Ең бастысы жүрегіңізді өзіңізді өзгертіңіз дейді. Сол кезде көзіне жас келеді екен патшаның. Сылқита қалады дейсің ғой шу. Бірінші рет. Иә. Содан бастап патша өзгере бастайды екен де, жақшақа қарай. Мейірімі, жүрегі мейірімге қарай ашыла бастайды. Патшадан мындай ой қалыптасып тұр ғой, получается. Осы уақытқа дейін мен зұлымдық жасап келдім, бірақ халық, бала оның бәрін ұмытып кешіруге дайын тұр деген ой тұр ғой енді, иә. Сонда қалай бұлар мені ешқандай ренішің жоқ деп айтып тұр. Өзі андайды еще қатыгез, ешкімді кешірмейтін, бірақ оның алдында осылай үлкен қателік үшін кешіріп тұрған балаларды көріп көз алдына жас келеді. Иә, өзі түсінді да өзінің кінәсін. Содан өзгерді дейсіз. Иә, содан кейін қария мен Әли ел ішінде үлкен андай құрметке ие бола бастайды. Енді бәлен жылғы сұмдық патшаның ойын өзгертіп, көзқарасын өзгертіп. Сол осы ертегінің несі, мақсаты жүрек қой. Абай атамыздың анау қара сөз бар еді, 17-ші қара сөзінде. Жүрек ақыл қайрат. Сол жерде де айтпай ма? Ең бастысы осы. Ақыл сен де күштісің, қайрат сен де күштісің. Ақылсыз не дамымайды, адам дамымайды, қайратсыз батылың жетпейді. Ал бірақ сен екеуіңді ұштастыратын бір не жасайтын жүрек қой. Иә. Адамның жүрегі қандай болады? Адам сол жылы жүрек, нұрлы ақыл, ыстық қайрат. Осы девиз ғой, негізі бізге жетпей жатырғаны. Бұл жерде мен Абайдан асқан ұлы адам жоқ қой, ол тек қана қазақ үшін емес, әлемдік деңгейдегі ұлы тұлға. Сондықтан да осы үш қасиетті ұран етіп алсақ, біз негізі жаман болмаймыз ғой, жалпы. Сонымен ертегінің, Мұхаммед Әли, сіз не түйдіңіз бұл ертегіден? Ертегіні бізде мынандай тағы да бір ескі не бар да, ертегі десе ол ат айтып тұрғанда ертедегі болып кеткен баяғы бұрынғы байырғы заман деген сияқты. Оны қазіргімен біз не үшін ол ертегіні халық ауыз әдебиеті, жалпы ертегіні осы бала тәрбиесінде біз қолданамыз, қолдандық, иә, кезінде, қазірде енді қолданамыз ғой, бірақ дегенмен де ол ескіріп жатыр. Енді қазір ойлаймын, жаңа айтып жатырмын ғой, ертегіні қазіргі заманға сай қылып болашақта жазушылардың, бала жазушылардың құлағына алтын сырға жазып та жатыр негізі. Осы ертегіні қазіргі заманның ағымына қарай не ой түйіп отырсыз? Мұхаммед Әли бізде енді көп сөйлемейді, бірақ болашақта мұғалім болатын, математиканы жақсы көретін біздің дарынды оқушымыздың бірі. Мен ғана да гуманитарий емес. Мен осы ертегіде ең қатты ұнағаны ол көптеген жазушылар, ертегілер, әңгімелер жазған кезде қатыгез адамды жұбататын ол махаббаты, әйелінің жары сияқты адам болады да. Бұл жерде именно сол кішкентай бала болып тұр ғой, фактор.
ханның жүрегін жұбатқан. Әсер еткен, ханға әсер еткен бала. Иә. Сол кішкентай баланың іс әрекеті барлығын өзгертіп жіберген өте қатты ұнады маған. Ол көп кездеспейді ондай ертегілерде. Соны сізге ұнап тұр, иә. Бұл енді бізге қазір бала деген тақырып біз өзімізге де жақын. Өйткені осындай бұл жерде мынандай ойда түйіп отырмын да мен дәл осы кезде. Мысалы, мектепке айналдырып алып келетін болсақ, осы бала ұстаз деген арасындағы қарым-қатынаста. Бала ұстазды өзгертуі мүмкін. Немесе ұстаз баланы өзгертуі мүмкін, иә. Маған енді көп оқырмандар жазып жатады. Кеше ғана бір кісі жазды да, мен балам шеттетеді, ұстазы. Бір мектептен бір мектепке ауысқан ғой. Сол ана мектепте жұлдыз болды дейді. Ана балам. Республикалық олимпиада, өнері бар, спорты бар. Енді бірақ анау екінші мектепке үй жағдайына байланысты ауыстық дейді, көштік дейді. Екінші мектепке келген кезде баланы сыныпта қабылдаған жоқ, ұстаз да қабылдаған жоқ дейді. Жалындап тұрған. Иә, бала өшіп қалды дейді. Кәдімгі жүрегім ауырады дейді. Енді сіздің жасап жатқаныңызды осыны бір не қылып айтып жатыр да, не істесем болады дейді. Жалпы не істесем болады. Қайтадан мен ол жаққа бара алмаймын дейді. Алыс дейді. Бірақ мына мектепке үйренуіме. Енді бұл жерде ұстаздың тарапынан да сәл ағаттық кетіп жатыр ма деймін. Өйткені бейімделу деген процесс бар ғой адамның. Бала түгілі үлкен адамның өзі. Ертең енді қазір түсінесіздер ғой, болашақта жұмыс жасайсыздар, иә. Бір жұмыстан екінші жұмысқа ауыссаң, кем дегенде сізде бір 6 ай, 1 жыл адаптация, бейімделу. Ол үлкен психологический удар да үлкен адамға. А бала, ойлаңызшы, бала жанып жүр. Ой, кімсің мысалға, Мұхаммед Алисің, жұлдыз. Барасың ана мектепке, сен ең төменгі қатарда. Иә, уже былайша айтқанда балада қазір енді балалар көп жағдайда әлсіз ғой. Өзін көрмей қалып жатса, уже Құдай сақтасын, арты жаман нәрселерге ұласып жатуы мүмкін. Енді бұл ертегіден осы нәрсені де көріптім де, Мұхаммед Алидің сөзіне қарап, яғни бір адам бала болса да ұстаздың өзгеруіне, ұстаз бала болса да баланы да өзгерте алатын ұстаз, ұстазды да өзгерте алатын бала дегендей. Сондықтан бұл жерде жас ерекшелікке байланысты емес сияқты. Сол еще екеуінің арасындағы нәрсе бүкіл халыққа әсер етті ғой. Иә, мәселе сода ғой. Мәселе сода. Бір ғана адамның қаншалықты басқа адамдарға да әсері тигені. Бір ауыз сөздің былай қарасаң, иә, тым бір пайым оқып берген жоқ, иә, былай қарасаң. Иә. Жай бір сөйлеммен ғана сондай қатыгез адамның мейірім мен махаббатын қоршап алды, иә, былай бояды, қоршап алды, сол керемет. Мен де сол ұстаздарға айтып жүргенім сол ғой, мысалға қазіргі таңда балаға сабақ оқы, сен неге кешігесің, сен неге бүйтесің, сен анаусын мынаусын дегеннен гөрі мүмкін біз басқа бір әдіс, басқа бір подход, жаңағындай ақылдылық қой енді бұл жерде баланың, иә, сондай нәрсе неге көрмеске. Мысалға мұғалімдер айтып жатады, мен сыныбым өте бұзық, күнде тәрбиеге барамыз. Біздің мектеп болмаса да, біздің мектепте де бар. Осы жағдайда қалай? Мен айтамын, сіз бір подходты өзгертіңіз, әдіс тәсілді өзгертіңіз. Сіз енді осы уақытқа дейін басқаша басқарып келдіңіз. Айтпақшы, маған кеше бір керемет SMS келді. Мен сізді көргелі дейді, сыныбыммен қарым-қатынасымды өзгерттім дейді. Бұрын басқаша балалармен қарым-қатынастым, қазір басқаша достық қарым-қатынаста сырласып, балаларым ашыла бастады, өзгеріп жатырмыз, киноға барып жатырмын. Сіздің жасап жатқаныңызды сәл сыныбымда жасап, эксперимент жасап көріп жатырмын. Аз уақыттың ішінде нәтиже күшті дейді. Мен кәдімгілей бір қуанып қалдым да, кәдімгідей қуанып қалдым. Енді қатты мақтанып кетсем, не қылып тастайсыңдар әлі? Иә, монтаж деген жақсы нәрсе бар. Сондықтан ертегіге деп қарамаңыздар, біраз ой түйдік деп ойлаймын. Әр нәрседен сабақ алуымыз керек. Бүгінгі отырысымыз. Иә, Ергеш. Мен бір нәрсе айта салайын, анау. Айта қойшы, шай ішінде. Осы ертегіден сіз айтып отырсыз ғой бағана, қазақтар неге осы ертегілерді көп айтады деп. Иә. Менің ойымша ол өмірден сабақ алады сияқты. Және осы бағана тақырыпты бастадық қой анау. Байлардың стереотипін неге біз бұза алмаймыз, типа неге бүкіл байлар жаман. Абай атамыздың сөз бар еді, қазақтың тірі кезде сөзден аманы жоқ, өлгеннен кейін жаманы жоқ. Өте дұрыс айтасың.
сол үшін андай сен қандай кісі болсаң да сенің артыңа всегда сөз келеді да. Иә. Қандай адам болсаң сен қанша жақсы жасап бір жерден бір шалыс басып қойсаң да Екінші рет алып жатырмын. ол давай. Иә. Ту, Ергеш сен бар ғой анау менің бір бойдарымды не қылып жатырсың да, сен шығарып жатсың да. Сол айтып кетейін дедім да, сол қандай адам болмасын бір қанша жерден жақсылық істеп келіп бір шалыс басып қалса болды, сол Бітті. бір шалысы. Магнум сияқты ғой. Иә. Жоқ, рас қой енді. Магнум бәріміз ойбай, Магнум бір күнде. Ол енді жаңағындай ғой. Мысалы маған да осы TikTok, Instagram бастағанда да оңай болған жоқ. Қанша адам жазды. Ойбай, енді сендер осы білім саласын сайқымазаққа айналдырдыңдар ма? Бірақ мен тоқтаған жоқпын. Өйткені жаңа стереотипті бұзу дегеннен келеді ғой. Неге басшылар тек кабинетте отыру керек, иә? Неге басшылар тек олар тапсырма ғана беру керек, жаңағындай зұлым болу керек, қатыгез болу керек деген сияқты. Сол стереотипті бұзайын, ол мен табиғатыма. Мен айтпаймын, қазір мына жерде өтірік болып кетем. Мен бұрыннан осындаймын десем өтірік болып кетем. Жоқ, шын. Өйткені мен де диктаторский басшы болғам кезінде. Мен де қалай айтсам, қазіргідей болмаған, мен өзгердім. Мен конкретно өзгердім. Әлі де өзгеру үстіндемін. Сондықтан да сіз бүгін мен мына жерде енді осы сәтті пайдаланып, басшыларға да, ұстаздарға да, жалпы адамдарға айтар едім. Ол өзгеріс жас талғамайды. Мысалы сіздің кітап оқуға, мүлдем кітап оққан жасыңыз 40-қа кел, 50-ге кел, 60-қа кел. Мен осы уақытқа дейін бір кітап оқымадым, мен осы уақытқа дейін осы нәрсені жасамадым деп іште бір өкініш или бір арман болса, оған кеш емес. Ешқашан да кеш емес. Бастауға болады. Иә. Сондықтан өзгерісті әр адам өзінен бастау керек. Не, сізге ұнамай ма? Қоғам ұнамай ма? Айналаңыз ұнамай ма? Бастаңыз, не кедергі? Әр адам өзінен бастаса, біз болашақта керемет мемлекетті құрып алуымызға болады. Өзіміз қалаған. Иә. Енді Құдайға шүкір, қазірдің өзінде керемет елдеміз. Салыстырмалы түрде біз өте шүкір айтуымызға болады. Бірақ ана жаңағындай ғой, адамның көңілі тола ма? Иә. Сол үшін мен айтайын деген қорытынды ойын, осы өмірге келгендегі мақсатымыз ол адамдардың көңілін табу емес. Адамдар не айтады екен деп. Мысалы сіз осы айтып жатсыз ғой, мен негізі блогерлыққа тоже оңай болмады деп. Иә. Сол үшін андай қара түнектен, зона комфортадан шыға білу керек та адамға. Жима үшінші рет қолына алам ба? Жеке тұлға болып қалыптасу керек. Сол үшін мақсатымыз сол да. Адамдардың көңілін табам деп қаншасын қуалағанмен сен таппайсың дейді да. Сол ғой. Мақсатымыз таппайсың. Ол миллион адам болады, сен ол бәрібір де 990-ына ұнап тұрсаң да сен 10 адамға ұнамайсың. Ол біреу үшін өмір сүрсең бітті, сен өзің таба алмай қаласың. Сен өзің миссияң, мақсатың, арманың көрініп тұрма, соған жаймен әрекет ете беруің керек та. Иә. Жігіттер, қыздар, керемет отырыс болды, шай болды. Шай алмай отырады екенсіңдер ғой, егер шай ішсе. Келесі жолы таңда талқылайтын әңгімеміз бұдан да қызықты болады деп ойлаймын. Негізі бірақ өз басым, сіздерді білмеймін, өзім әдемі ой түйіп, Ергешке риза болып отыр, Мұхаммед-Әлидің жаңа баланы өзгерткен. Бұл жерде бала басқа деп емес, қазіргі ақылды балалар, мен үнемі айтам, балалар бізден ақылды деп айтам. Өйткені сіздердің ойларыңызда біздің поколениедегідей шектеу жоқ та. Сіздердің қиялға ерік бересіздер. Мен соны құрметтеймін. Оны біз жауып тастамауымыз керек та. Біз ұстаздар, оны жауып тастамауымыз керек. Біз рамкадан шығу керекпіз. Көп адамдар айтады, рамкадан шығып батысқа еліктеп. Жоқ, рамкадан шығу деген ол емес. Рамкадан шығу деген ой деген өте ұшқыр ғой. Ойға күніне неше ой келіп кетеді адамға. Миллион ой келіп кетеді. Оны әрекетке айналдырып, жүзеге асырып үлгеру керек та. Мен сол үшін де ой келе ма, бірден жасап тастауға тырысамын. Осындай балалармен осындай бір кітаптарды талқылау деген ой келді. Бірақ күнде келді, бірақ күнде осындай оформление жасап, сіздермен ал қыздар бастайықшы деп. Мысалы ертең басқа балалармен отырам, иә, мысалға. Бұл мен бүкіл Қазақстанның балаларының ойын өзгерте алмасам да, осы мектептің балаларының кітап арқылы, ертегі арқылы, осындай талқылау арқылы көзқарасын, ойын өзгертіп, ең болмаса 100 баланың, 200 баланың сіздермен шай ішкен ойын өзгерте алсам, уже мен бір ұстаз ретінде бір
сәл болсын жеткен жетістігім деп түсінемін. Иә. Сол ой болашақта өмірлеріңізде пайдалы болып жатса, адам болып қалыптасуға, онда менің адам ретіндегі парызымның, ұстаз ретіндегі міндетімнің орындалғаны деп түсінемін. Сондықтан көп рахмет. Шай күшті болды. Иә, шай ішіңдер, мына булочканы жеңдер енді. Мынау үлкен екен маған жесең. Конечно. Жәнеке жеңдер. Рахмет. Күшті болды. Ұнады маған. Ереш, молодец, ризамын. Ереш. Oldu mu bitti mi? Болашақта, ойландаршы, болашақта бір 10 жылдан кейін. 10 жылдан кейін. Ергеш, қайда боласың 10 жылдан кейін? Құдай қаласа. Қайда? Үйде болacağım. Үйде болacağım. Ергеш. Главное, кетіп қалмау керек қой. Жоқ, 10 жылдан кейін. Мен айтқым келген, Ергеш, 10 жылдан кейін біз осы состав Ергештің анау білмеймін мықты актер болғанына, жаңағы закрытый показына киноға барамыз ба, или там театрына сөйтіп айтам ба десем. Үйде болам деген. Үйге шақырам деген ғой. Қолмазан болып деп тұр. Ай, Ергеш. Енді 10 жылдан кейін Мұхаммед Али мұғалім болады ғой болашақта. Мұхаммед Алидің сабағына барам мен, құдай қаласа. 10 жылдан кейін бір ашық сабағына шақыр сен Мұхаммед Али мені. Ұмытпа. Иә? 10 жылдан кейін қазіргі фотосын көрсетіп тұра суапай. Бағанағы ағасының фотосын көрсеткен дей ма? Давай примерно танима деген ғой енді. Түріне қалып келтіріп алама деп ойлағам ғой. Сол ғана бар екен бір фото. ВК-дан тауып алдық қой онда. ВК-ға біттеген сақ қоятын сондай фотоларды. Жоқ. Түсіріп отырсыздар ма не әлі? Я дейді. Жоқ, конечно, Ергеш мынаны жеш, сен мынаны жемей қайтпайсың. Иә.